Қазақтың ұлттық қолөнері мен дала мәдениетінің алтын тамыры, тал бесіктен жер бесікке дейінгі көшпелі халық тұрмысының шарайнасы. Ұлы даланы мекендеген ұлттың ұлық өнері баяндалады. Ұста мен зергер, киіз өңдеу өнері кеңнен қамтылған. Аңшылық, саятшылық және ат бегілік мәдениетін жаңғыртатын бағдарлама. Пейзаж жайлы айтқанда әйгілі қазақ суретшісі Орал Таңсықбаевты айналып өту мүмкін емес. 1904 жылы көпбалалы отбасында дүниеге келген Орал Таңсықбаев пейзаж жанрында керемет туындылар қалдырған суретші. Өзінің алғашқы көрмесін Орал Таңсықбаев 1924 жылы Ташкент қаласында өткізеді. Сол көрмеге қойылған «Көктем» атты картинасы бұл күндері Әбілхан Қастеев мұражайындағы құнды жәдігерлердің бірінен саналады. В своих первых ранних работах Орал Таңсықбаев өзінің ең алғашқы жұмыстарын импрессионизм, постимпрессионизм, авангардтың түрлі бағыттарында жасап көреді. Бірақ уақыт өте әйгілі суретші реалистік, яғни шынайы өмірді суреттеуге бет бұрады. Әр жылдары суретшілердің өзі Орал Таңсықбаевты туған елінің жыршысы деп атап келген. Оның да өзіндік себебі бар. Суретші өз шығармаларында Ходжикент пен Шыршық арнасын, Сырдария өзенін, Шымған мен Шарбақты және Орталық Азияның басқа да көрікті жерлерін керемет суреттеген. Пейзаж француз сөзі, ландшафтты, табиғатты бейнелеу. Дербес жанр ретінде Қытайда, Жапония, сондай-ақ Еуропада дамыған. Пейзаж өнері сан алуан. Кейбір пейзаждар табиғаттың өмірде бар нақты көрінісін бейнелесе, енді біреулері суретшінің қиялынан туады. Мұндай шығармаларда суретшілер табиғаттың мінез құлқын айнытпай беруге тырысады. Жанр пейзажа вообще появляется, конечно, очень давно, еще с эпохи палеонеолита, допустим, в пещерах Сахары. Пейзаж жанры өте ертеден, сонау неолит дәуірінен бастау алады. Бұл тұрғыда Сахара үңгірлеріндегі тас бетіне салынған суреттерді айта кетуге болады. Жартастардағы көріністер суретшінің сол кездегі аң аулау көрінісін салу сәтін беруге тырысқанын байқаймыз. Жалпы пейзаж туралы түсінік 4 ғасырда Қытайда пайда болады. Сол кездегі пейзажды олардың өздеріне тән түсінік пен философиялық ұғым деп қабылдаған жөн. Пониманием этого пейзажа это 4 век нашей эры. А в Западной Европе появляется конкретно... Ал пейзаж туралы нақты түсінік Батыс Еуропада 17 ғасырда көрініс табады. Бұл кез бейнелеу өнерінің 5 жанрға бөлініп, пейзажда дербес жанр ретінде бейнеленіп жатқан кезет. Дегенмен сол кездегі пейзаж белгілі көріністерді ашатын фон ретінде пайдаланылды. Но пейзаж, он всегда помогал, он как бы служил, являлся фоном для изображения тех или иных сюжетов. Еуропаның ертедегі суретшілері пейзажды тек орта ғасырда ғана өз шығармаларына енгізген. Бірақ оларда сызықтық перспектива болмаған. Керісінше, көбінесе алыстағы заттар алдыңғы қатардағылардан үлкен етіп бейнеленген. Ертедегі суретшілердің бұл тәсілі кері перспектива деген атқа ие болған. Алайда 16 ғасырдан бастап пейзажға деген көзқарас өзгере бастады. Еуропа суретшілері бұл кезде перспектива заңдарын біраз меңгерді. Олар пейзаждағы жарықтың рөлін мұқият зерттеуге кірісті. Картиналарда жарық пен көлеңке пайда бола бастады. 17 ғасырдың аяғында пейзаж жеке жанрға айналды. Вот, допустим, в эпоху Возрождения у нас есть произведения, которые созданы художниками эпохи Возрождения. Бізде 16 ғасыр, яғни қайта өрлеу кезеңіндегі суретшілердің еңбектері бар. Бұл картиналарда пейзаж фон ретінде берілген. Мұнда суретшілер табиғатты картинаның бір бөлігіне сала отырып, оны фон ретінде сюжеттің мазмұнын ашуға пайдаланған. Осындай жолмен туындының қыр-сырын көрсеткісі келді. Природу, конкретное какое-то место для того, чтобы помочь
нам более духовному раскрытию сюжета этого произведения. Вот, допустим, это произведение художника, работа не... 16 ғасырдағы белгісіз суретшінің мына бір картинасына назар салайық. Әйгілі Леонардо да Винчидің ізін ала жазылған бұл шығармада суретші сфумато техникасын пайдаланған. Пейзаждың кеңістік перспективасын көрсету үшін Леонардо да Винчи алғаш рет жарық пен ауаны пайдаланады. Бұл сфумато техникасы деп аталады. Жалпы бәрі де Леонардо да Винчиден бастау алады. Өзінің әлемге танымал Мона Лизасында осындай бейтарап пейзажбен кейіпкердің жұмбақтығын білдіргендей. Пейзаж, нейтральный пейзаж, но который как бы подчеркивает загадочность этого персонажа. Адам баласы қашанда қоршаған ортаны, табиғат сұлулығын жырлауға, бейнелеуге ынтық болған. Өйткені табиғат пен адам бір-бірімен етене жақын. Италиялық қылғалам шебері Камбиаза Лука мына картинасында алтын ғасырды суреттейді. Алтын ғасыр дегеніміз адамзат баласының табиғат аясындағы өмірі. Адам баласы керек нәрсенің бәрін табиғат анадан тауып, емін еркін өмір сүрген шағын бейнелейді. Мұнда да суретші сюжеттің мазмұнын ашу үшін қосымша пейзажды пайдаланған. 19 ғасырдың ортасынан бастап Еуропада шынайы пейзаж белең ала бастайды. Осы кезеңде суретшілер жұмыстарын шеберханадан тыс, яғни ашық аспан аясында жасауға кіріседі. Олар табиғат сұлулығын шебер суреттеп қоймай, оның қыр-сырына үңіледі. Дәл осы тұста суретшілер ортасында пленнер термині пайда болады. И начиная с этого времени Европа... Осы кезеңнен бастап Еуропада пейзажға деген қызығушылық арта түседі. Бірақ бұл бір мезетті бейнелейтін пейзаж болды. Импрессионизм, яғни импрессион әсер. Адам 3-4 сағаттың ішінде көрген табиғат құбылыстарын, желді, ауаны, күннің шағылысын, тағы басқаларын қағаз бетіне бейнеледі. Олар осылайша өз шығармаларын тез арада орындайды. Сол тұста оларға осындай шығармаларға жазуға мүмкіндік болды. Өйткені сол кезеңде өздерімен табиғат аясына алып шыға алатын кішкентай құтыдағы бояулар пайда болды. Осылайша суретшілер сол бір сәттегі табиғат әсерін пейзаж арқылы жеткізе алды. Бұл импрессионизм. От этого пейзажа это импрессионизм. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының тұрақты экспозициясында түрлі техникаларда жазылған графикалық туындылар бар. Арнайы сақтау жәшіктеріне қойылған мына еңбектер Офорт тәсілінде жазылған. Бұлар қайта өрлеу дәуірінен бастап 19 ғасыр аралығында жазылған пейзаж жанрындағы шығармалар. Қазақ жерінің аумағы батысында Еділ өзен алабынан, шығысында Алтай тауы шыңдарына дейін, солтүстігінде Батыс Сібір жазығынан, оңтүстігінде Тянь-Шань тауына дейін созылып жатыр. Кең байтақ еліміздің мың құлпырған сан алуан табиғаты көрген жанды ғажайып әсерге бөлейді. Сондықтан да Қазақстан бейнелеу өнерінде пейзаж жанрының алар орны ерекше. Ең біріншіден, бұл өте ауқымды жанр. Бұл жанрды Қазақстан бейнелеу өнерінің барлық суретшілері өз шығармаларына арқау еткен. Біздің қазақ пейзажын ең бірінші рет кәсіби бейнелеу өнерінде пейзаж жанрын алғаш ашқан бұл орыс жерінен келген, экспедициямен келген, жер аударылып келген суретшілерден басталған. Оның ішінде Хлудов, Брюмер, Эйферт, Великанова, Черкасский сынды суретшілер келеді де, өздерін осы қазақ жеріне таң қалып, сүйсіне отырып, түрлі пейзаждарын жазған. Әсіресе Алматыға келгенде Алатаудың көркемдігін, Хан Тәңірі, Алматының баурайы, олар үшін өте қызықты тақырып болып табылды пейзаж жанрында. Ал енді қазақ бейнелеу өнерінде алғашқы келген біздің Әбілхан Қастеев, Әубәкір Исмайлов, Орал Таңсықбаев сынды суретшілер өздерінің пейзаж жанрында шығармалары ерекше. Осында өсіп өнген оларға өте жақын тақырып болды.
1950 жылдары кеңбайтақ еліміздің шартарабын тану мақсатында арнайы экспедициялар ұйымдастырылып, отандық суретшілер пленерлік жұмыстар жасайды. Әбілхан Қастеев 2000-дай шығарма жазса, соның басым бөлігі кескіндеме мен графикада жазылған пейзаждар болған. Мысалы, әйгілі қылғалам шеберінің Медеу шатқалы, Қапшағай су электр станциясы, Талас өңірі атты туындыларын атап кетуге болады. Негізі пейзаж жанры көптеген мысал суретшілер үшін бұл өте еркін тақырып. Егерден соцреализм кезінде, социалистік кеңес үкіметі кезінде көптеген идеологиялар басым болып, композицияларында міндетті түрде идеологиялық мазмұнды пайдаланса, мысалға қызыл тудың немесе сол кездегі жаңалықтарды міндетті түрде тапсырма бойынша ізденіп жазатын болса, ал пейзаж жанры суретшілер үшін үлкен бостандықты берді. Олар енді идеологиялық түрлі заңдылықты, шарттылықты қолданбады. Олар осы еркіндікті пайдалана отырып, табиғат сұлулығын жырлап, өздеріне үлкен шабыт алды. Жалпы пейзаж жанрын жазу барысында бірнеше түрге бөлуге болады. Пейзаждың бұл табиғат көрінісі, оның ішіне тау табиғаты, дала табиғаты, немесе марина деп аталады. Бұл енді теңіздерді, суларды бейнелейтін көріністер. Кейбір пейзаждар фантастикалық пейзаждар да болады. Бұл түрін көбінесе бізде Сергей Калмыков өзінің шығармашылығында ерекше пайдаланған. Сондай-ақ өндірістік пейзаждарда бұл хронологиялық Қазақстанның өсуіне, өркендеуіне байланысты дамыды. Өндірістік пейзаждарды көбінесе Әбілхан Қастеев те, Әубәкір Исмаилов та, кейінгі Шарденовтер де өздерінің шығармаларына ерекше пайдаланды. Пейзаж жазу барысында бейнелеу өнері құралдарының әсері мол. Мысалы, Әбілхан Қастеев өз шығармашылығында акварель техникасын ерекше пайдаланған. Суретші сарғылт, қызғылт, көгілдір, күлгін және жасыл түстес бояуларды су арқылы мөлтіретіп жазу арқылы енсіз кеңістікті бере алды. Ал майлы бояу техникасын ерекше пайдаланған суретшілердің бірі Шарденов. Суретші Алатаудың көркем көрінісін, ондағы шыршаларды, тау қатпарларын ақ бояумен іркілдетіп жазған. Осы бояу арқылы суретші жер қыртысының ағаштардың фактурасын береді, алыс пен жақындығын көрсетеді және тепе-теңдігін беріп, мінезін ашады. Акварельдік техникаға ұқсас майлы бояумен Сабыр Манбеевтің пейзаждарына тоқталсақ болады. Соңына дейін жазылмаған бір әсер қалдыратын пейзаждар, туындылар жазды. Яғни оның пейзаждарының басқа суретшілердің ерекшелігін қарағанда, бұнда бір акварельдік әсер бар. Майлы бояумен акварельдік әсерді беру бұл суретшілердің өзінің, Сабыр Манбеевтің өзінің жеке қолтаңбасын ерекшелейтін бір мәнер болып табылады. Тау табиғатын жазу барысында эпикалық құс-ұшар биіктіктен жазатын бір ерекше туындыларымен көзге түскен бұл Әубәкір Исмаиловтың шығармалары. Оның Хан Тәңірі, Бартоғай, Көртоғай, немесе Шарын маңайлары, осыған байланысты көптеген тау табиғатын жазған ерекше шығармалар бар. Мұнда эпикалық көрініс бейне бір осы шығармаларға қарап отырып, адам өзін бір үлкен батыр, қазақтың батыры, немесе осыған мақтаныш туындайды осы пейзаждарға қарағанда. Теңіз, яғни марина пейзажында бірде тыныш, бірде буырқанған теңіздің ғажап сұлулығын, көбік шашқан асау толқындарды немесе теңіз дауылдарын көреміз. Сәулет пейзажы қалалық пейзажға ұқсайды. Олардың айырмашылығы сәулет пейзажында суретші табиғат ортасында берілген сәулет көрсеткіштерін бөліп бейнелейді. Өмір сүру салтымыз басқа арнаға бұрылғанымен, суретшілер табиғатты шынайы сезінуден жырақтап кеткен жоқ. Бүгінгі қылғалам шеберлері де табиғат сұлулығына тамсандырған шығармаларын жазып жүр.